Капелимде аңғара алмай қалғанбыз. Әттеген-ай, неткен аңқау жандаймыз. Келіп қалыпты-ау сағыныштай, сап-салды арман күз. Мұқағали Мақатаев. Бүгін күйеуіммен бірге кофеханаға келдік. Міне мен тұрмын. Өте дәмді бәліштер. Мен өзім кофемді күтіп тұрмын. Ыстық кофені күздің басында ішкенді өте жақсы көремін. Бүгін қызым екеуміз өзіміздің карта желаний дейді міне. Өзіміздің арманымыздың картасын жасаймыз. Міне бұл затты маған Бағыт деген компания сыйға берді. Ақ латманға немесе ақ қағазға біз кішкентай кезімізде жасағанбыз. Мен мамаммен бірге жасаған карта желаний. Менің ойымша бұл өте жақсы мотиватор. Яғни, бұл картаны мысалы жасап көз алдына іліп қойсан, сенің өзің армандарыңды тезірек орындауға және оны ұмытпауға армандарыңды еске сақтап, көріп жүруге көмектеседі деп ойлаймын өз басым. Сондықтан да осындай мысалы арман картасын жасағанды өз басым жақсы көремін. Бұның ішінде инструкциясы, оны қалай орындау керек, не істеу керек. Инструкциясы бар, сосын суреттері бар. Яғни, мысалы, сіз ватманды бөлек сатып алып, сосын оның инструкциясын бөлек интернеттен қарап, не істеу керектен. Суреттерді бөлек шығарып алып, жаңағындай, оның бәрін барып, типографияға барып, немесе принтер іздеп, распечатка жасап жүрмейсіз. Міне, мына жерде бәрі. Маған ең қатты ұнаған жері, бұл инструкциясы тек қана орысша ғана емес, көбінесе орысша жазылады әр жерде. Бұл жерде қазақшасы да бар инструкцияның. Яғни бұл Бағыт Dream Industry деген компания, бұл өзіміздің компаниямыз, өзіміздің жас семья құрған, мен семьяны білемін, ол семья біздің жақсы достарымыз, өте керемет жұп, күйеуі де әйелі де өте активный дейді ғой, орысша айтқанда, белсенді, оқуға, білімге құштары көп, керемет балдары бар, өздері сондай мейірімді жандар. Төртбұрышты емес екен, керісінше мынандай 8 қырлы, 5 бөлімді ғой, 8 қырлы екен. Ал қазір, мінекей, мына суреттер тіпті қию керек екен, бірақ клейлеудің қажеті жоқ, клейдің керек жоқ, өйткені өздері артындарына қағазын алып тастаса, бірден жабыстыруға дайын тұрған суреттер екен. Осылай мен өзімнің арманымның картасын жасадым. Сіздер де үйіңізде отырып жасап көруіңізге болады. Армандарыңыздың бәрі орындалсын.